360 градус представляет в фильме «Восьмой корпус». 4-я серия. Сосын неғо 40 градус ыстықта неге жемпір киіп алғансыз? Хорошо. Аружан. Бексұлтан. Ару. Бекс. Еу күт жарау сезім бұл күт ма? Но сен бүгін доля. Бірақ бұл ең азы. Официант шаш. Ты чё, қандай официант? Ой, бәле! Яғым бәле! Өзім. Шу! Короче, берік балат, жақтан кетеді, ё-майы. Осылар. Бақа деген сен ба? Мен? Алёха шығар! Кымылдама! Еще увидимся! Ладно! Стороны! Леха, отца не қарап тұрсың! Сендер! Сүмірліктер! Какой-то бір шәлетірендерден таяқ жеп! Енді маған қай беттерімен кеп тұрсыңдар, а? Басеке, сіздің де тұрыңыз не подарка болып тұр ғой? Блин! Аза! Қайдағы бір универдің чумо пацан студенттерінен таяқ жеп! Басеке, маған сәл ғана уақыт беріңіз. Мен оларды бұлай жай қалдырмай. Сол корпустың бәрін қиратам. Және 8-ші корпус алдымызда на колени отыратын болады. Аза. 8-ші корпустың студенттерін жазаларын беретін болыңдар. Универде оқығанына өкініп кететін болсын. Түсініңдер ма? Ала екеуін маған қалдырыңдар. Бәрі нормально ма? Жақсы. Қолым жүк келген анда?
Иә, барамыз. Апамсыңдар ма негізі? Көмектесіп алып қойып. Аяғын ұстап қойшы. Машинаға отыра берейік. О, шықты ма тағы бірі? Сындырамыз ба? Мына ұрғадан не стоит сияқты ғой? Маған конкретно бәрібір. Бізге осы корпусты сындырыңдар деді ғой. Онда өзіміз бара салайық. Давай сөйтші. Машинадан түсуге жылан жоқ айт өзі. Давай, тез, уақыт жоқ. Братишка, осы корпуста оқисың ба? Иә. Что там, ұнай ма өзіңе? Ей, енді ұнамайтын болады. Ой, девушка, жайшылық па сенгі? Отыра берші, зор болып отыр қарсы. Жақындама. Жігіттер, кесіңдірші мен. Бұлай күткен жоқпын мен. Жігіттер, бар осы. Отвечаю, ақыларымды аламын сендер. Ничего, да, ашуым бас. Олар негізі маған келген. Кезінде соларды екі баласын сындырып тастаған тұрмын ғой. И типа ертіп келген деп отыр ғой. Ничего, біз әлі келісеміз, брат. Леха. Қазір барам. Тастанбек, не сенің анаңа хабарласу керек па? Неге сабаққа келмей жүрсің? Қанша кредит төлейтінін білесің ба? Бір стипендияда құлағаның аздай? Енді не болды? Өз басыңа өзің тілеп ал. Егер кредитті төлемейсің, курстан курсқа өтпейсің. Абай, мен де түсінікші ол. Дәл қазір төлейтін ақшам жоқ. Оның үстіне жеке проблемаларым да бар еді. Маған проблемаларды айтпашы. Оқу керек еді. Сабақтан қалмау керек. Барда кредитің төле, диплом керек болатын болса. Және сабақтан қалмай оқы. Бахан, шынымен сен оқуының ақшасын төлемесең, оқудан шығарып жібереді. Еще анаң звондаймын деп жатыр. Анаңды білесің ғой, қатты уайымдайтын. Маған күнде звондайды, балам қалай оқып жүр деп. Сен диплом алғаныңды қатты күтіп жүр. Сол үшін тезірек төле, жарай ма? Жақсы, мен кеттім. Балам, жаным менің, жаным сол ботақаным, алтыным, жаным. Сені қатты сағынып кеттім ғой, балам. Ақша керек па? Дай оған ақша салып жіберейін, балам. Ақшаң жетіп жатыр ма? Сабағың қалай, балам?
бәрі жетіп отыр, анашым. Ақша бар, ойындамай. Жаным, егер сен диплом алатын болсаң, осылай отырмаймыз. Жақсы өмір сүрер едік, балам. Жаным, алтыным менің. Сен болғанда ғой. Сен мен мақтанар еді балапаным сол. Жаным менің. Отақаным. Ақша керек емес қой, ә? Қазір салып жіберейін. Жаным. Алтыным. Сабаққа барып керек, анашым. Жарайды, мақұл, жақсы. Жаурап жүрген жоқсың ғой? Сосын қалып. Жарайды. Алма алыңыздар, алма. Алма алсаңызшы. Алло. Екі ауыратын. Мен ғой Баха. Ол Баха. Сен хабарласатынын білгем. Че, дайынсың ба? Мен дайым. Так, сенің жалғыз противнигің бар. Ол Маска. Келесі байыз ақын. Алдан. Олардың кіргізбей қойатын қыз екен. Главное, сынып кетпесе болды ғой. Сонда жеңгенді ғана шығамайын яқтан. Қандай система өзі? Системасы қызық емес маған. Жарты сағатта шықпай ма? Бәрі бір кіріп кете саламыз түсінген ма? Жүгір! Қасла! Тоқта!
Достар, сериал ұнап жатыр ма? Ұнап жатса каналға тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізбен бөлісіп кетіңіздер. Және де дәл осы 8 корпус және де біздің басқа да сериалдарымызға алдағы уақытта Шымкент қаласында кастинг жүріп жатыр. Ендеше өз батыңды сынап көр. Барлықтарыңызды күтеміз.